Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге өте дәмді үй жағдайында қытырлақ чикеннің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін үзбей көрулеріңізді сұраймын. Ең алдымен бізге осындай тауықтың сан еттері керек. 14 штук алдым мен. Тазалап жуып аламыз. Бізге 4 тіс сарымсақ керек. Сарымсағымызды майдалап турап аламыз. Таза ыдысымызға жаңағы жуып алған тауық етін саламыз. Турап алған сарымсағымызды саламыз. Қара бұрышымызды саламыз, 1 шай қасық. Қызыл бұрышымызды саламыз, жарты шай қасық. Тұзымызды саламыз, тұзды татымды етіп саламыз. Тұзы татымды болса, етіне жақсы сіңеді. Паприкамызды саламыз, үстінен суымызды құямыз. Етіміз батқанша. Осы кезде барлығын араластырып, тұзы еріген соң, тұзын тағы бір көріңіздер дәмін. Кем болса, тағы да тұз салып қойыңыздар. Тұзы татымды болу керек. 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Дәмдеуіштер барлығы етіне сіңу керек. 3-4 сағат тұрды. Енді тауық етін ұнға осылай аунатып аламыз. Ұннан жұмыртқаға аунатамыз. Жұмыртқадан соң сухарикке аунатамыз. Осылай барлық тауық етін аунатып аламыз. Ұнға саламыз. Жұмыртқаға саламыз. Сухарикке саламыз, қытырлақ. Барлық тауық етін осылай аунатып аламыз. Міне көріп тұрғандарыңызда осылай сыртына жабысады барлығы. Табамызды отқа қойып, сұйық майымызды құямыз. Майымыз қызған соң тауығымызды саламыз. Майларыңыз қатты қызып кетпесін, орташа отта пісіріп аламыз. Қатты қызып кетсе, ортасы шикі болып, сырты күйіп кетеді. Сол себепті орташа отта пісіріп аламыз. Осылай аунатып отырып пісіріп аласыздар. Менің каналымда бұдан да басқа дәмді рецепттер бар. Каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Бауырсақтардың рецепттері бар. Ыстық тағамдардың рецепттері бар. Пісті міне біздің чикеніміз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Бір істегенде сәтті болып шығады, өте дәмді болып пісіп шығады. Сонымен қатар каналымның одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, лүпіліңізді басып, осы видеоны туысқандарыңызға, достарыңызға жіберіп, бөлісіп отырсаңыздар. Күшті піскен, қазір сіздерге ортасын ашып көрсетемін. Кетчупке батырып жесеңіздер өте күшті дәмді болады. Менімен бірге видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Ас болсын.